Оқушылар сәлем, бүгін математика 1-ші сынып 93-ші сабақтың есептерін шығарып көрсетем. Мына менің тұрған каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. 93-ші сабақ теңдеулер. Так, балалар халық аспаптар ансамблінің концертіне келді. Алия мен Сырымға теңдеулерді оқуға көмектес. Белгісіз компоненттерді ата, теңдеулерді шеш. 5 қосу x тең 7. 5 қосу x тең 7. Осы жердегі x-ті табуымыз керек. X бізде белгісіз сан. Ол үшін 7-ден 5-ті азайтам. X тең 2. 5-ке қандай санды қосқанда 7 болады деген сөз ғой. 5-ке 2-ні қосқанда 7 болады. Тексерем. 5 қосу 2 тең болады 7. Теңдіктің сол жағында 7 шықты. Теңдіктің оң жағында да 7. Келесі x қосу 2 тең болады 5. 5. Енді осы жерде қандай санға 2-ні қосқанда 5 болады деген сөз. Ол үшін 5-тен 2-ні азайтам. X тең болады 3. Тексерем. 3 қосамын 2 тең болады 5. 5 тең 5. Келесі теңдеулерде амалдың қандай компоненттері белгісіз, теңдеуді шешіп, оның дұрыстығын тексер. Мысалы, бірінші теңдеуде a-5 тең болады 3. Енді мына тұрған -5 мұнда кері таңбамен теңдіктің оң жағына өтеді. Сонда бұл жерде 3 қосу 5 болады. Енді 3-ке 5-ті қосқанда неше болады? 8 болады. Мына жер 8. Енді тексереміз. 8-ден 5-ті азайтқан кезде 3 болады. Теңдіктің сол жағында 3 шықты, оң жағында да 3. 8 азайту b тең 3. Енді 8-ден қандай санды азайтқанда 3 болады. Бұл 5 болады, Ол үшін біз 8-ден 3-ті азайтамыз. Сонда бізде 5 шығады. Тексерем. 8 азайту 5 тең болады 3. 3 тең 3. Үшінші тапсырма. Егер теңдеуді шешсең, Алияның билетіндегі қатар мен орынды анықтайсың. Қатарды шешейік. 40 қосу x тең 50. Осы жерден x-ті табу үшін 50-ден 40-ты азайтам. X тең болады 10 болады. Так, 40 қосу 10 тең болады 50. 50 тең 50 болады. Демек, 50 тең 50. Сонда қатар 10 болып тұр. Қатар 10. Енді орынды. Қатар 10. Енді орынды анықтаймыз. 10 азайту x тең болады 6. X тең 10 азайту 6. X тең 4 болады. Орын сонда 4-ке тең екен. Енді тексерейік. 10 азайту 4 тең 6. 6 тең 6. Келесі есеп. Есепте досыңды тексер дейді. 6 қосу 4. 6 қосу 4 тең болады 10. 7 қосу 3 тең болады 10. 3 қосу 4 тең болады 7. 100 азайту 10 тең болады 90. 80 азайту 50 тең болады 30. 20 қосу 40 тең болады 60. 2 қосамын 6 тең болады 8. 10 азайту 7 тең 3. 7 қосу 2 тең 9. 100 азайту 80 тең 20. 90 азайту 60 тең 30. 40 азайту 30 тең 10 болады. Келесі сағаттарда концерттің басталу және аяқталу уақыты көрсетілген. Концерт қанша уақытқа созылды? Сағат үлгілерін пайдаланып өзің тапсырма құрастыр. Концерт басталған уақыт 17:00, яғни 5-те, Енді концерт аяқталған уақыт бұл бізде 20:00, яғни 8-де. 8-ден 5-ті азайтсақ, концерт бізде 3 сағатқа созылған. Сонда концерт 3 сағатқа созылған дейміз. Созылған. Бұл бізде соңғы тапсырма. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.